Сәлеметсіздер ме? Эфирде Индепендент тәуелсіз ақпараттық агенттігінің Edulайф бағдарламасы. Хабарды жүргізуші мен журналист Жазира Бегалы. Бүгінгі бағдарламада диплом бар, жұмыс жоқ деген көзқарастың күлін көкке ұшыратын оқу орнына саяхат жасаймыз. Ендеше елімізде сұранысқа ие мамандарды даярлайтын Алматы мемлекеттік бизнес колледжі туралы айтамыз. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Ағай, мен қазір дейді, мен жұмыс істеп жатырмын, мен 3-ші курстың студенті, мен 600 000 теңге. Студенттер мынау кәдімгі ірі танымал мейрамханаларда, қонақ үйлерде пісіретін тағамдарды әзірлейді екен. 11-ші сыныптан кейін білім грантын иеленуге болады. ОБТ тапсырмаса да бізге келіп, 11-ші сынып бітірді деген аттестат түпнұсқасымен келіп, жаңа құжаттарды өткізеді. Және бізде биылғы жылға біз маркетинг және технолог, повар мамандықтарына грантқа ұсыныс бердік. Сол 2 мамандық бойынша мемлекеттік грант иесі бола алады. 3 жыл уақытта жаңағы өндіріс орындарында өз тәжірибелерін жетілдіреді ғой. Сондықтан оларға жұмыс табу қиындыққа жатпайды, туындамайды. Мектепте толыққанды үшке бітірген толғаншығасында мүлдем оқымағанбыз. Таңғаларлық жағдай 2 жыл мерчендайзер мамандан қызылға бітіріп шықты. Балам бір мезгіл тамақ ішіп, тегін оқысын десеңіз, Алматы мемлекеттік бизнес колледжіне барыңыз. Құрметті көрермендер, Индепендент тәуелсіз ақпараттық агенттігінің YouTube арнасына тіркеліп, лайк басып, бізге қолдау білдіріңіздер. Ендеше бүгінгі студиямыздың қонақтарымен таныстырайын. Студиямызға қош келдіңіздер. Ендеше Алматы мемлекеттік бизнес колледжінің директоры Жанбосынов Асқат Берікбайұлы. Директордың оқу өндірістік ісі жөніндегі орынбасары Дүйсенбаева Ұлжалғас Камалқызы. Директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Оспанов Саят Қанатұлы. Және қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы Садықов Ұлан Ерболұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді құрғақ теория емес, нақты нарықта бәсекеде есесін жібермейтін, еңбек нарығында жұмыссыз қалмайтын мамандарды даярлайсыздар. Оған куә болдым. Енді біздің бүгінгі бірінші сұрағымыз, біздің көрермендерді толғандыратын сұрақ, биыл қанша білім гранты бөлінді? Саламатсыздар ма? Біз биыл 2026-2027 оқу жылына 500 бала қабылдасақ деп тапсырыс берген болатынбыз. Биыл біздің колледжімізді 500-дей бала түлек ұшырып шығарамыз колледжімізден. Соның орнын 500 баламен толтырамыз. Ол 500 бала, яғни тек қана Алматы қаласының тұрғындары емес, Қазақстанның кез келген өңірінен келген бала мемлекеттің тапсырыс грантына түсе алады. Бұл жерде оқуға түсу барысында ешқандай емтихан тапсырмаймыз қазіргі таңда. Яғни аттестат деп айтамыз, куәліктің түпнұсқаның орташа балы және собеседование деп айтамыз. Әңгімелесу арқылы баланың мінез құлқы бәрі тексерілетін тексеріледі. Сол арқылы баласыз, емтихансыз мемлекеттік грантқа ие бола алады қазіргі таңда. Басқа өңірлерден балалар келіп оқи ма? Әрине, бізде... Өйткені Алматы мемлекеттік бизнес колледжі деген кезде көбіне біздің көрермендер тек Алматының балаларына білім гранты беріледі деп ойлайды. Жоқ, ол қате ұғым. Қазақстанның кез келген өңірінен келіп тапсыра алады. Бізде оқу орнымызда жатақханамен де қамтамасыз етеміз, шәкіртақымыз бар. Шәкіртақыларыңыз қанша? Ыстық тамақтарымыз бар. Қазіргі таңда бізде шәкіртақы 43 000 теңгені құрайды. Ол сабақ үлгеріміне байланысты. Жалпы ақылы бөлім бар сіздерде? Бізде ақылы бөлімдерде жұмыс жасайды. Қазіргі таңда біздің оқу орнымызда 1500-дей бала оқыса, соның 1200 студентіміз мемлекеттік тапсырыс, яғни грант топтарында оқыса, қалған 300 студентіміз ақылы негізінде білім алып жатқан жайы бар. Ақылы бөлімде 9-шы сыныптан кейін келіп оқуға болады? 9-шы сыныптан кейін де қабылдаймыз, және 11-ші сыныптан кейін де қабылдаймыз. Бағасын білуге бола ма? Бағасы қолжетімді. Жаңағы төлемақыға келген кезде келісімшарт бойынша өзі жаңағы бөлім-бөліммен тұрады. Оқуға
түсер кезде одан кейін бөліп төлеуге болады. Барлығы қолайлы қарастырылған төлемақы 390 мың теңге. Жылына. Жылына 390 мың теңгеге білім алуға болады. Таңғаларлық арзан екен. Арзан. Енді сіздерде мынау қазір еңбек нарығында өте сұранысқа ие мемлекеттік сатып алу мамандарынан бастап, кәдімгі Алматының алмасын тәтті шарбетпен көмкерген балалардың шеберханадағы жұмысына таңғалып, таңдай қағып келдік. Қазір сол шеберханада түсірілген сюжетті бірге тамашаласақ. Экранға назар аударайық. Бұл бізде 3D корпусный алма. Бұның ішінде бізде мұзқа шоколад, сливки және алма пюресі қосылады. А бұл сыртындағы зеркальный глазурь деп аталады. Ал қызыл алманы шарбатпен көмкерген Дания нан, макарон және кондитерлік өнімдер өндірісі мамандығы бойынша білім алып жатыр. Бұл оқу орнының шеберханасы Алматының атағы жер жаратын мейрамхана кондитерлік цехтарынан кем емес. Тәттілер, торттарды пісіруді үйренуге қажетті жабдықтың бәрі бар. Небәрі 2 жылда мемлекеттік бизнес колледжінің студенті білімі мен тәжірибесін ұштастырып, байқауларда 100-ден жүйрік атанып жүр. Мен осы кондитерлік өнерге бұрыннан бері қызыққам. Сол осы 9-шы сынып бітірер алдында осы кондитер өндірісін дамыту үшін осы колледжға түстім. Мен осы 2026 жылы әртүрлі чемпионаттарға, жарыстарға қатысып, осы жақында ғана өткен Деварук фестивалінен бірінші орын алдым. Осы бір ай бұрын Ақтауда өткен Далас Скиллс чемпионатынан тоже бірінші орын алдым. Бизнес колледж болашақ кәсіпкерлер мен кәсіби мамандардың мекені. Мұнда білім алу тегін. Жұмысшы мамандығын таңдаған студенттер бір мәрте тегін тамақ ішеді. Ең бастысы, білім алушылардың 95% жұмысқа орналасады. Алматыда туризм дамыған сайын аспаз ісі және технолог, нан, макарон және кондитерлік өнімдер өндірісін тамамдаған мамандарға сұраныс өте жоғары дейді ұстаздар. Және де зертханаларымыздың барлығы заманауи жабдықтармен жабдықталған, барлығы күнделікті қолданыста, күнделікті зертханалық сабақтар өтіледі. Балалар тегін оқиды. Иә, технолог, аспазшы, технолог тегін оқиды. Және 3 жыл оқиды. Және аспазшы осы жұмысшы мамандықтарында біз колледжіміздің атынан тегін бір уақыт, бір мезгіл тағаммен қамтамасыз етеміз. Жұмысшы мамандықтарының барлығына ыстық тамақ, күнделікті. Және де балалар өздері таңдап келген ба? Әрине сұраныс өте жоғары. Жылдан жылға артып келе жатыр сұраныс. Байқасам ұлдар. Иә, ер балалар. Енді мейрамханаларда көбінесе өздеріңіз байқасаңыздар да шеф-кондитерлар, шеф-поварлар ер адамдар болғандықтан, меніңше ер адамдардың қолдарынан тамақ әрдайым дәмді шығатын сияқты. Сіздердің студенттердің жұмысқа орналасуы қаншалықты? Біздің әлеуметтік серіктестеріміз қала бойынша ең беделі жоғары мейрамханаларымыз бар, қонақ үйлеріміз бар, демалыс орындарымыз бар, кафелеріміз бар. Сол жақта тәжірибеден өтеді студенттеріміз. Және міндетті түрде толығымен айталам 95%-ға дейін жұмысқа орналасады. Сол жерде оқуын аяқтағаннан кейін жұмысқа қатып, қазір енді қаламызда мейрамханаларда бас аспазшы мамандығын қызметін алып жүрген көптеген студенттеріміз бар. Құрметті көрермендер, Индепендент тәуелсіздік ақпараттық агенттігінің Edulайф бағдарламасын көріп отырсыздар. Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырайық. Ендігі студенттеріңізді көрдік, шеберхананы көрдік. Жалпы осы студенттердің пісірген тағамдарын кімдер қадағалайды, баға береді? Біздің студенттеріміздің дайындаған тағамдарын арнайы біздің білікті мамандарымыз бар колледжімізде, мұғалімдеріміз, жаңағы оқу өндірістік шеберлері, осы кісілер балалардың тағамдарын жақсылап бағалайды. Әйгілі бас аспаздар келіп дәріс өте ме? Өтеді. Бізде жаңағы өзіңіз білесіз, қала өңірлік, қалалық, республикалық жақсы чемпионаттар өтіп жатады. Оның атап өтсек World Skills, Master Skills деген сияқты үлкен чемпионаттарда біз арнайы студенттерге осы өндіріс орындарынан бас аспаздарды, шеберлерді шақырамыз. Сол кісілер бағалап өтеді. Өз бала ынтасымен келіп, сол мамандық таңдап келеді. Негізінде біз білім жаңағы қабылдау кезінде сұрап жатамыз,
мамаларыңыз, әке шешелеріңіз алып келді ма, или өздеріңіз шынымен де таңдап келдіңіздер ма деген кезде, иә, мен аспаз болғым келеді, кондитер болғым келеді, осындай шебер мамандықтарын ұнаттым деп келіп жатады. Сондықтан сол білімдерін алып жатыр қазіргі таңда студенттеріміз. Және байқағаным, студенттер мынау кәдімгі ірі танымал мейрамханаларда, қонақ үйлерде пісіретін тағамдарды әзірлейді екен. Оны кім үйретеді? Рецепт қайдан алдыңыздар? Ол бізде кәдімгі арнайы оқу бағдарламасы бекітілген. Сол бағдарламамен біздің мұғалімдеріміз үйретеді теориялық жағдайда. Содан кейін практика жүзінде осы қаламызда орналасқан үлкен қонақ үйлерде, мейрамханаларда балалар өндірістік тәжірибеден өтеді. Сол жақтан да негізінде колледжде бізде бұл дуалды оқыту жүйесімен білім алуда. Соның ішінде бұлар 40% теория, 60% өндіріс орындарында өндірістік тәжірибелерден алады. Дәл осы жерде айта кетейік, қандай өндіріс орындарына барады? Бізде Алматы қаласында орналасқан үлкен, мысалы, интерконтиненталь қонақ үйі бар. Сол жерде біздің студенттеріміз аспаз мамандығы мен кондитер мамандығы да бар. Даже менеджер мамандығы бойынша да біз сол жерге өндіріс орындарына практикадан өткізуге жібереміз. Ол жерде өздерінің білімдерін шыңдап, практикалық жүзде білім алады. Енді тағы бір сұрақ, енді ол балалардың барлығы 9-шы сыныпты бітіріп келеді. Небәрі 15 жастағы жасөспірімдер. Олардың тәрбиесімен айналысасыздар ма? Әрине. Олардың тәрбиесімен айналысамыз. Өздеріңіз білесіздер, 9-ды бітіріп келген балалардың көбісі 15-16 жаста. Әлі оң солын ажырата алмайтын кездерде болады. Не болмаса бізде анада кейбіреуінде халықтың ортасында стереотип қалыптасқан ғой. Колледжға тек қана бұзық балалар барып оқиды деген. Енді бұрыннан солай болды. Бұрыннан солай. Үшке оқитын балалар бәрі. Үлгерім нашар деген сияқты. Енді мүмкін бізде анау обстановка өзгергеннен кейін, атмосфера өзгергеннен, орта өзгергеннен басқаша болып жатады. Мысалы, мен өзім примерімді, мысалымды айтатын болсақ, 2 жыл бұрын сабақ берген бір группа. Елизавета деген бір қыз болды, мерчендайзер мамандығында оқыды. Мектепте толыққанды 3-ке бітіріп келген 9-шы класста. Мүлдем оқымаған қыз. Таңғаларлық жағдай 2 жыл мерчендайзер мамандығын қызылға бітіріп шықты. Толыққанды қызығушылықтың арқасында, кәсіби моделінің қызықтылығының арқасында, мүмкін енді менің бір жақсы сабақ бергеннің арқасында шығар. Соның арқасында қызда қабілет пайда болып, ата-анасының өзі звондап таңғалып жатты. Біздің қыз мүлдем оқыған жоқ еді. А сіздерді қызылмен бітіріп жатыр. 2 жылдан кейін қызылмен бітіріп шықтыңыз. Яғни сіз баланың тұншығып жатқан талантын аша білдіңіз. Ол да соған бар. жол таптыңыз. Оған да жол Ол таптық. үлкен шеберлік қой сіздікі де. Педагогикалық шеберлік. Бұл кез келген адамның қолынан келмейді. Енді мен ылғи айтам, мұғалім болу деген бұл театрдағы актер сияқты. Күнделікті жаңағыдай әртүрлі рөлді ойнайсың. Бірде қатал мұғалімсің, бірде жұмсақ мұғалімсің, бірде күлесің, бірде жылатасың деген сияқты. Сол сияқты театр актерлары, кино актерлары әртүрлі рөл ойлаған сияқты. Бізде де мұғалімдер әртүрлі тараптан әртүрлі методиканы әсер етеді. Жаңағыдай айтып отырмыз ғой, мектепті көбіне жаңағыдай 9-дан кейін колледжге түсетін оқушылар сабақ оқымайтын, үлгерімі нашар, бұзық балаларды жібереді деген сияқты. Бізге келіп жан-жақты өзгереді. Енді кейбір балалар болады, қарапайым тілде айтатын болса, сабақ оқымайтын балалар болады. Бірақ та келіп, колледждің өмірі, ішкі орта сол әсер етіп, қызығушылық пайда болады. Және сіздерде ең жақсы мүмкіндік жатақхана бар екен. Сол жатақхана жайында айтып өтсеңіздер. Біздерде жатақханамыз бар. Қанша орын бар? 4 қабаттан орналасқан. Оның ішіндегі студенттерге барлық жағдай жасалған. Жаңа тамақ істеу дейміз, жуыну дейміз, оқу бөлмесі болсын, демалыс орны болсын, барлығы түгел қарастырылған. Қазіргі таңда 250 орын қарастырылған бізге. Бізге сұраныс болса, біз бәрін қамтамасыз ете аламыз. Жалпыда енді бізге түсетін студенттердің саны негізі қалалық болып есептелінеді. Елді мекендерден бізге кішкене азырақ түседі. Сол себептен біз жатақханадан ешқашанда қиналған емеспіз, бәрін қамтамасыз ете аламыз. Өте керемет. Ендеше біз келесі сюжетке назар аударсақ деп отырмын. Өйткені көптеген ата-аналардың осы соңғы 2 аптада бізге хабарласып
сұрап жатқаны, көптеген балалар ұлттық бірыңғай тестілеуден өте алмаған. Біз осы колледжге барсақ бола ма деген сұрақ жиілеп кетті соңғы кездері. Сондықтан келесі сюжетте біз осы сұраққа назар аударған едік. Бірге көрейік. Алматыда кәсіби оқытушылардан білім алуды армандаған 9 сыныпты тамамдаған барлық баланың ақысыз оқуға мүмкіндігі бар. Себебі еліміздің түкпір-түкпірінен Алматы мемлекеттік бизнес колледжін таңдаған шәкірттерге жатақханада орын бар. 76 жылдық тарихы бар білім ордасы қазіргі таңда 6 мамандық бойынша құжат қабылдау науқанын бастап кетті. 6 мамандық бұл біздегі, мен қарапайым тілмен айтатын болсам, біздегі бизнеске қамтылатын, бизнеске жақын мамандықтар. Өздеріңіз қарап отырсаңыздар, бізде маркетинг, менеджмент, учет, аудит, одан кейін госзакупщик деп айтады, қазіргі менеджеріміз. Одан кейін повар, пекар, кондитер. Барлық мамандықты қарасаңыздар, бір-біріне байланысқан. Әр қайсымен бизнес бастауға болады. Жеке кәсіпкерлікпен де айналысуға болады, не болмаса басқа жалдамалы жұмысқа да кіруге болады. Биыл ұлттық бірыңғай тестілеуде шекті балл жинай алмай жолы болмаған түлектердің Алматы мемлекеттік бизнес колледжде бағын сынауға мүмкіндігі бар. Кәсіпкерлікті меңгеріп, бай қуатты болуға белді бекем болып, еңбек нарығында жұмыссыз қалмайтын мамандықты іздегендерге білім ордасының есігі ашық. Оқу орны еліміздегі 45-ке жуық компаниямен жұмыс істейді. Бізде ұлттық бірыңғай тестілеуден өте алмай шекті балл жинай алмаған балаларға бізде мысалға биылғы жылда 3 мамандық бойынша қабылдадық. Ол маркетинг, менеджмент және технология. Оларда да грант қарастырылған. Яғни 11-ден кейінгі түсіп жатқан балаларға да мемлекет тарапынан тегін 2 жылдық оқу стипендиясымен, шәкіртақысымен тағайындалған оқу үлгісі бар бізде. Ол үшін сіздерге емтихан тапсыру керек? Бізге емтихан тапсыру керек емес. Бізде аттестаттың орта балл есебімен конкурс жарияланады. Камила есеп және қаржы мамандығын меңгеріп жатыр. 1 жылдан бері банкте жұмыс істейді. Ол Алматы қаласы әкімінің банк саласына жұмысқа орналасуға мүмкіндік беретін алтын сертификаттың жеңімпазы. Осы жылдың түлегім деп айтсам да болады. Колледждің берер мүмкіндігі бізге өте көп. Мен осы салада жүре тұрып, тек қана өзім бухгалтерлік салада емес, проекттерге, колледждің ішіндегі іс-шараларға, проекттік жобаларға қатысып, белсенділік танытқан болатынмын. Қазіргі таңда өзімнің оқумен қатар жұмыс істеп жүргеніме 1 жылдай уақыт өтті. Маған қатты ұнайды. Болашақта мен осы мамандықты жалғастырып, дальше оқу ойымда бар. Ал біз хабарымызды жалғастырайық. Енді құжат мәселесіне келген кезде соны нақтырақ толықтырып айтып өтсеңіздер. Өйткені келіп құжат тапсырамыз деп, бәлкім бір шалғайдан келетін адамдар болады. Қандай құжат әкелу керек өзімен бірге? Енді барлығы қазір біз база арқылы аламыз дейміз, дегенмен де өзімен бірге алып келетін құжаттар болып қалар. Соны түсіндіріп толықтырып өтсеңіздер. Қайырлы күн. Білім алушыларға бізге келіп тапсыратын кезде атап өтетін құжаттар тізімі. Бірінші өтініш жазады, оны келген кезде біз үлгі беретін боламыз өзіміз. Екінші өзінің туу туралы куәлігі дейміз, немесе 18-ге толғанмаса жеке куәлігін көшірмесін алып келеді. Екінші түп нұсқа аттестатын алып келу керек, оригинал дейміз ғой. Үшінші 075 анықтамасын медкомиссиядан өтіп келген. Төртінші жағдайда көп балалы отбасылық жағдайларына анықтамалар болған жағдайда қосымша алып келетін болады. Осы құжаттарды алып келсе, және өтініш жазу керек шығар. Өтініш жазу керек аха. Өйткені әлі кәмелет жасқа толмаған балалар келеді ғой. Заңды өкілі сіздерге... Аха, заңды өкілінің жаңағы жеке куәлігін көшірмесін ата-анасының. Қазіргі таңдарда бізде қабылдау комиссиясының жұмысы осы айдың 25-нен бастап жұмыс жасаймыз. Келіп тапсыруға да болады, және де келмей, яғни онлайн сайт арқылы тапсырса да болады. Сіз айтып өткенде елді мекендерден, шалғай ауылдардан біздегі базамыз жұмыс жасайды. Алдағы уақытта сол базаға, порталға кіріп, құжаттарды сол жақта скан вариантымен тапсырып, конкурсқа подавать еткеннен кейін барып, сол 4 қазіргі бізде де жүйе келді. Қарасаңыз, 4 колледжде 4 мамандықты таңдауға мүмкіншілік бар қазіргі таңда. Сол мамандықтардың бәрін таңдап, оқу орнын таңдағаннан, құжатты тапсырғаннан кейін 18 тамыздан кейін конкурс тоқтатылып,
ары қарай жаңағы шешімі шығады. Сол кезде 14-14-пен жаңағы SMS келеді, сіз осындай оқу орнына түстіңіз деп. Сол кезде ғана жаңағы айтқан оригинал құжаттарын әкеліп, сол оқу орнына келіп, құжаттарын сол кезде де тапсырса болады. Бұрынғы кездерде бізде барлығы қолмен болатын, білесіздер, барамыз, қолмен тапсырамыз, одан кейін қолхатымызды алатынбыз, осындай құжаттар тапсырдық. Қазіргі таңда бұның барлығы ата-ана мен студенттерге қарастырылған жеңілдік. Өте керемет. Енді жаңа біз айтып өттік, ұлттық бірыңғай тестілеуден өте алмай қалған қазір түлектер, талапкерлер қайда баратынын білмейді. Сондықтан сіздердің колледжде осындай талапкерлерге қандай мамандыққа құжат тапсыруға болады? Айта кетейін. Әлі білім грантын иеленуге мүмкіндігі бар ма? Айта кетейін. 11-ші сыныптан кейін білім грантын иеленуге болады. ОБТ тапсырмаса да бізге келіп, 11-ші сынып бітірді деген аттестат түпнұсқасымен келіп, жаңа құжаттарды өткізеді. Және бізде биылғы жылға біз маркетинг және технолог, повар мамандықтарына грантқа ұсыныс бердік. Сол 2 мамандық бойынша мемлекеттік грант иесі бола алады. Аттестаттың орта балымен конкурсқа қатысып, жеңіп алуына мүмкіндіктері бар. Және бізде жаңа атап өттік енді, елді мекендерде деп, және бізде шетел азаматтары да тапсыра алады. Біздің жаңа не бойынша 1% оларға да мемлекеттік гранттар беріледі. Бірақ ол кезде, ол жағдайда 1% болғанда 5 адамға ма? Мысалға группада 25 болса, 4-5 адамға грант алуға болады мемлекет жаңағы шетел азаматтарына. Бірақ олардың азаматы екенін ерекшелігі жоқ. Ол ел азаматтары бізге тізім жіберілетін болады. Министерство дейміз ғой, солардың соглашениелері жіберіледі тізімдер. Және ол кісілердің бірақ ата-анасының біреуінің жаңағы біздің елдің азаматтығы болу қажет тапсыратын алдында. Яғни бұның ішінде қандастарымызға мүмкіндік көбірек деп айтуға болады. Оқу процесі қазақ, орыс тілінде? Екі тілде де жүреді. Мысалға 500 грант дедік қой. Соның жартысы орыс топтарына, жартысы қазақ топтарына бөлінетін болады. Ал 11-ші сыныптан кейін келіп, жаңа сіздер ОБТ-дан өте алмай қалдыңыздар, балыңыз төмен деген ешкім қойылмайды. Себебі бізде тек аттестатына қарайтын боламыз. Сертификат сұралмаймыз. Сол аттестат 9-ші сыныптың ережесі қалай аттестаттың орта балымен берілсе, грант. 11-ші сыныпқа да дәл сондай қағида ереже талаптар қойылған. Сол берілген аттестаттың орта балымен конкурсқа қатыса алады. Қай өңірдің балалары Алматы қаласынан өзге, қай өңірден көп бала келеді сіздерге? Бізге енді жаңағы Ақтөбе, Атырау, сол батыс, шығыстың да студенттері көптеп келіп тапсырып жатыр. Және Алматы облысы? Алматы облысынан көп, мысалы Есік қаласы, Қарасай ауданы, Еңбекші Қазақ аудандарынан біздің жылда жасап жүрген жаңағы анализдеріміз солдан осы аудандардан, облыстардан көптеп тапсырады оқуға. Енді қазір жастардың көбісі кәсіпкерлікпен айналысуға құмар. Ал ол кәсіпкерліктің өзінің қыр-сыры бар. Ал сол кәсіпкер болам деген балаға сіздердің оқу орындарыңызда керемет мүмкіндік бар. Және білім сапасы да жоғары. Жаңа есепші мамандығы деп жатсыз. Сол студенттерден біз сұхбат алған едік. Сол сюжетке назар аударып, экранға қарасақ. Бизнес ашу оңай, бірақ дөңгелетіп әкету, табысқа кенелу, бюджетті жоспарлау, шығындарды оңтайландыру, қаржылық сауаттылық пен маркетинг тілін сатудың ебін білгіңіз келсе, Алматы мемлекеттік бизнес колледжіне құжат тапсыруға асық. Бізде енді қазіргі кезде пәндермен оқытпаймыз, біз модульмен оқытамыз да, кәсіби модульдар, жаңа ақша қаражаттардың қозғалысы, түгендеуді басқару, одан бөлек ұйымның қаржыларын басқару деген сияқты модульдерден біз үйрететін боламыз. Қаржыгер, аудитор, салық органдарында жұмысқа тұра алады. Жалпы бізде елімізде кез келген ұйым бухгалтерсіз жұмыс істей алмайды ғой. Бухгалтер тек қана есеп қана жүргізіп қана қоймай, қаржылық талдау жасайды. Сонымен қатар кәсіпорынның тиімді жұмыс жасауына ықпал жасайды. Сондықтан қазіргі кезде бухгалтер мамандығы өте жоғары сұранысқа ие деп айта аламын.
Жалпы бизнес және басқару бағытында бізде 2 мамандық оқытылады, ол менеджмент және маркетинг. Жалпы бұл 2 мамандықта бізде 200-ден астам оқушы студент оқиды. Оның 50-і бізде мемлекеттік грантта оқиды. Қалғаны ақылы түрде оқиды. Неге 200? Себебі бұл сұраныстағы мамандық. Қазіргі кезде барлығы бизнеске бет бұра бастағандықтан басшы болғысы келеді, басқарғысы келеді, тауарды жүргізгісі келеді, бизнеспен айналысқысы келеді. Сол себепті бізге осы мамандыққа көп сұраныс көп. Колледждің тағы бір өзгелерден ерекшелігі бухгалтер мамандығы және мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджерлерге тегін білім беретін жалғыз оқу орны. Келешекте салық, қаржы және аудит саласының майталманы болуды армандап жүрсеңіз, Алматы мемлекеттік бизнес колледжіне барып бақсына. 25 жылдың қазан айында көрсеткіштер бойынша еңбек KZ порталында бухгалтерлерге арналған бос жұмыс орындары 1000-нан асқан. Есеп және аудит мамандығы бойынша бізде 3 жыл оқып шығады. Біздің колледждің студенттері Форте банк, Фридом банк, Халық банкі, 1С франчайзинг, Ванепсия және тағы да басқа әлеуметтік серіктес ұйымдармен тығыз жұмыс жасаймыз. Енді сұрайын деген, жалпы студенттеріңіз сіздердің осы диплом алғаннан кейін қайда барып жұмыс істейді? Біздің бітірушілеріміз 3 жыл уақытта жаңағы өндіріс орындарында өз тәжірибелерін жетілдіреді ғой. Сондықтан оларға жұмыс табу қиындыққа жатпайды, туындамайды. Сол жұмыс орындарында қалуға тырысады. Сол өндіріс орындары өздері сұраныс жасайды біздің студенттерімізге. Біздің студенттеріміз Алматы қаласында да өндіріс орындарымен қоймай, Түркия мемлекеттеріне біз жылда қазір осы 3-ші жыл қатарынан жіберіп жатырмыз. Өндіріс орындарына сол жақтан тәжірибеден өтіп келеді, және өздері ақылы жұмыс жасайды. Бұл деген балалардың шетел көру, өз білімдерін жетілдіру, өз құзыреттіліктерін дамыту болып табылады. Сондықтан да ата-аналары біздің студенттеріміздің балаларын сол жаңағы халықаралық тәжірибеден өтуге әрдайым келісуде. Балаларымыз өздерінің құзыреттіліктерін дамытып, сол жақта жұмысқа қалып жатқан балалар да бар. Осы Алматы қаласына келіп, өз тәжірибелерін көрсетіп, жақсы өндіріс орындарына жұмыс атқарып жатыр. Күні кеше ғана осы Алматы қаласындағы Түрік Республикасының елшілігінің басшылығымен колледж базасында кездесіп, үлкен іс-шара. Бізде колледжімізде түрік тілінде оқытамыз. Кеше 15 оқытушымыз, яғни ұстаздарымыз сертификаттар алды, студенттеріміз де сертификат алды. Қазіргі таңда осы кезге дейін 21 студентімізді Анталия, тағы курортный зоналарда, сояқтағы қонақ үйлерге, ресторандарға 21 студентімізді аттандырдық. Ол жақта тәжірибеден өтеді, және де жұмыс жасап, ақша да тауып келеді. Кеше келісім барысында осы келе жатқан айдың 5 мен 12 аралығында 10 мұғалімімізді тәжірибеден өтуге түрік мемлекетіне жіберіп жатқан жайымыз бар. Жаңа мемлекеттік сатып алушы мамандары, олар енді нарықта өте тапшы мамандық деп жатырмыз, сұранысқа ие деп жатырмыз, бірақ бұл да бір үлкен жауапкершілікті талап ететін мамандық. Миллиардтаған тендерлермен жұмыс істейді. Соны сіздер қалай үйретесіздер? Бұл деген, мен соны ары бері ойладым, тендермен жұмыс істеуді қалай үйретеді екен, қалай оқытады екен? Өйткені олар жаңа сіз айтып отырсыз ғой, есепшімен осы мемлекеттік сатып алушы, есепші жаңа компанияның миы болса, мынау тендерді ұтып алу кезінде жаңағы енді апасы мен атасы секілді ғой, қазына алып келеді, кез келген бюджеттен ақшаны суырып алу керек, байқауда озып шығу керек. Қалай оқытасыздар соларды? Бұл таңда енді жаңа айтып жатсыздар, енді осы мамандықты бітірген ұстаздарымыз жалпыда жоқ. Басқа мамандықты бітірген. Біз арнайы бұны жаңағы мұғалімдерімізді курстардан өткіздік. Осы мамандықты ашар алдында оның жаңағы тереңірек түсінсін деп, одан кейін сол сала бойынша, сатып алу саласы бойынша жұмыс істеп жүрген тәжірибесі бар жұмысшыларды біз колледжімізге мұғалім қылып алғанбыз, практика жүзінде де үйретсе екен деген оймен қазіргі таңда тура осы мәселе бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Толықтырайын.
ана госзакупщик дейміз ғой, сол маман жаңағы производстводан алғызып солар сабақ береді, және олар бізде жаңағы домен версиялар бар, gosszakup.kz деген сияқты. Сол жерде жаңағы білім алушыларымыз тауарларды алып сатып уже практикалық тәжірибеден өтіп жатыр. Олар тек қана сатып алу бойынша емес, үлкен жаңағы аукциондарға қатысу. Екі рөлде де олар өтіп жатыр тәжірибеде. Мысалға жаңағы ұйымның атынан кіріп көріп жатыр, немесе жаңағы сол затты сатып алатын адамның рөлінде де өздерінің білімдерін шыңдап жатыр. Балам бір мезгіл тамақ ішіп тегін оқысын десеңіз, Алматы мемлекеттік бизнес колледжіне барыңыз, немесе сайтына кіріп ақпаратты біліңіз. Сайттарыңызды айта кетіңізші. ambk-edu.kz. Енді осы айтып жатырмыз ғой, маркетинг, менеджмент мамандары. Енді оны интернетті білмейтін үлкен ауылдағы кісілер үшін бұл қандай мамандық, ол не істейді деп уайымдайды, а балалар ол қандай мамандық екен, қазіргі балалар жақсы біледі. Сол жайында біз сюжет дайындап, көрермендерге тереңірек түсіндірсек деген едік. Менеджмент, маркетинг деген бұл қазіргі заманның мамандығы. Өйткені осы саланы меңгермей ешқандай бизнесті дөңгелету мүмкін емес. Енді экранға назар аударайық. Маркетинг мамандығын таңдау себебім ол кәсіпкерлікке деген қызығушылық. Яғни мен кішкентай кезімнен кәсіпкер болуды, яғни бизнес саласының мүшесін болуды армандадым. Маркетинг сауатты болмаса, бизнестің болашағы бұлыңғыр. Өрімдей жастар нарықтың заңы, бәсекеге төтеп беру, тұтынушының психологиясын, кәсіпкерлікті дамытудың құпиясын, әдіс амалдарын үйреніп жатыр. Айша келешекте өзінің танымал кәсіпкер болатынына сенімді. Оқу барысында мен көптеген дағдыларды меңгердім деп айтсам болады. Яғни тұтынушылардың мінез-құлқын зерттеуді, әлеуметтік желілерге тауарларды енгізуді, оларды жүргізуді деген сияқты көптеген дағдыларды меңгеріп шықтым. Бұл маған болашақта жақсы маман атануға, сонымен қатар табысты кәсіпкер атануға көп септігін тигізетініне сенімдімін. Яғни өз жеке кәсібімді жүргізіп, ешкімге тәуелсіз жұмыс жасағым келеді. Ал Айым Дәмірқызы Алматы мемлекеттік бизнес колледжін шексіз мүмкіндіктер мекеніне теңейді. Болашақта ол өз өнімін отандық нарықта танымал тауарға айналдырудың қыр-сырын біледі. 3 жылда бойына сіңірген білім, тәжірибе толағай табыса келетін өз бренд тауарын қалыптастыруға шабыт берді деп мақтады. Өзім осы Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Есік қаласынан боламын. Яғни біз SMM маркетингті, яғни контент жүргізуді, сонымен қатар дәстүрлі маркетингті осы біздің колледж үйреткен болатын. Осының нәтижесінде мен өз өнімімді жүргізе бастадым. Яғни ол әлеуметтік желілер арқылы өз өнімімді тұтынушыларға ұсыну. Мен қатар тұтынушының қажеттілігін жақсы анықтай алу болып келеді ғой. Өнімнің табысын алып келетін. Яғни менеджмент бұл тек қана жоспарлау, соны іске асыру емес, ол адамдармен тіл табысу, адамдармен тіл табыса білу, басқара білу деген сияқты. Шапағат Жолдыбай кез келген шырғалаң тығырықтан шығу және шешім қабылдауға машықтанған. Келешекте ол компанияның көзі, құлағы, тіпті болжаушысы болады. Әр күнін, қадамын жоспарлап жүретін студент талапкерлерге де тегін кеңес берді. Жалпы менеджмент мамандығы бұл басқару, жоспарлау, соған келетін мамандық. Яғни соларды басқарып, олармен тіл табысып, яғни менеджменттер кез келген кезде, кез келген қиын ситуацияда жеңіл шешім таба біледі, дұрыс шешім таба біледі. Колледжде мамандықты толығымен меңгеріп шыға алады студенттер. Шәкіртақы аласыздар, иә? Шәкіртақы аламыз. Егер де гранттың обычный шәкіртақысы болса, ол 42 000 теңге. Ал егер де повышкамен жақсы барлық сабақты 5-ке оқып келе жатқан студенттер болса, ол 48 000 теңге. Құрметті көрермендер, Индепендент арнасына тіркеліп, Edulайф бағдарламасындағы жағымды жаңалықты қалт жібермеңіздер. Алматы мемлекеттік бизнес колледжіне құжат қабылдау науқаны басталды. Қапы қалмаңыздар. Осы маман иелеріне қайда жұмыс істейді деген сұрақтарға біз жауап бердік. Енді осы мамандардың еңбек нарығындағы табысы қандай екен айтып берсеңіздер. Маркетинг, менеджмент, SMM, бірнеше саланы бір баланың бойына қойып жатырсыздар. Өте керемет, таң қалып отырмын. Иә, дұрыс айтасыз енді. Жаңағы
балаларға мына нәрсені түсіндіріп айтамыз ғой. Қазір 3 жыл уақыттың ішінде жақсы білім алып шықсаң, ол сенің өміріңнің азығы деп айтамыз. Қаншалықты оқыдың, білім алдың, соншалықты табыс табасың деп айтамыз. Сол себептен кей балалар оғады, кей балалар ұқпайды, білесіз. Кей кезде ашуланған кезде айтып атамыз, маман даярламасақ та адам даярлақ дейміз. Соның ішінде жақсы мамандық иесі болып шығатын студенттеріміз бар. Қазіргі таңда мысалы айта кететін болсақ, жалақы көтеріледі, мұғалім деген кезде мектептің мұғалімдерінің жалақысы көтеріледі да, колледж мұғалімдер статусына жатпай қаламыз. Біз сол шеңберде қалып қаламыз. Біздің колледждің мұғалімдерінің жалақысы аздау болып қалады. Сол себептен біз колледжге мұғалімдер, біздің мысалға қазіргі таңда даярлап атқан, өзіміз оқытып атқан мамандықтарды біз бітіргеннен кейін, яғни өндірістік шебері қылып алып қалайын десек, олар қалғылар келмейді. Өйткені олар студент болып оқып жүрген кезде бізден көп ақша табады. Қазіргі таңда ана күндері тексеріп жүріп, ана бала сабақта қайда деп келіп сөйлессем, айтады, ағай, мен қазіргі дейді, мен жұмыс істеп жатырмын дейді, 3-ші курсының студенті, мен 600 мың теңге жалақы аламын дейді. Мен айтамын, біз алмаймыз 600 мың теңге жалақын деп айтамыз жаңағы. Ой, дедіңіз ба? Теріс қарап ой. Сол себептен жаңағы қазіргі таңда бағана сюжет барысында да айтып жатсыздар ғой, 90% жұмыспен қамтылған деп. 95%. 95% деген. Сол себептен бұл бітірген балалардың барлығы жақсы жұмыс орындарында, мекемелерде қазір жұмыс істеп жатыр. Олардың барлығы жеткілікті. Біз дайындайтын мамандықтар жерде қалмайды деп айтсам, артық айтқаным болмайды. Өте керемет. Біз сіздердің оқу орнына барғанда студенттеріңіз өте ойы еркін. Екіншіден жаңағы өте біз журналистер егер қызықты жауап берсе, жаңағы спикеріміз, сұхбат беруші, оны айналшықтап кете алмай қаламыз. Ендеше сюжетті көрейік. Аспаз технолог ешқандай ақпараттық технология жасанды интеллект алмастырмайтын мәңгі сұранысқа ие жалғыз мамандық. Робот тамақ әзірлеуі мүмкін, бірақ дәмді тамақ пісіру, жаңа тағам түрін ойлап табу және тілі үйретінде әзірлеу, санитарлық талапты сақтау, сапаға баға беру аспаздың шаруасы. Бұған қоса технологсыз мейрамханаларда жұмыс жүрмейді. Аспаз технолог мамандығында көбінесе тамақты ғана емес, ұқыптылықты, жауапкершілікті, көптеген нәрселерді үйренеміз. Біз бұл колледжде оқығалы көптеген қонақ үйлерге, отельдерге барып, практика өтеміз. Разделка птицы и приготовление полуфабрикатов. Курицу берем, отрезаем крылышки. Поступает она на производство, видите, уже в готовом виде, да? Мы просто отрезаем кожицу, также пупочку отрезаем. Отрезаем мы с вами крылышки. Жартылай пісірілген тамақты әзірлеуде өнер шеберханада білім алушылар қиялына қанат бітіріп, шабытын қамшылап, осы кәсіптің әлеміне саяхат жасайды. Көптеген нәрсе үйрендім. Ұстазыма рахмет, жақсы түсіндіреді, жақсы үйретеді. Қандай тамақтарды істеуді үйрендіңіз? Осы еттермен жұмыс істеуді, балықты пісіруді, сиыр етін, қой етін және басқа да еттерді пісіруді үйрендім. Қандай тамақ істеп бердіңіз? Балықтың фаршынан жасалған полуфабрикаттарды үйде пісіріп бердім духовкада. Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырайық. Енді сіздердің шеберхананың ішіндегі атмосфераның өзі бөлек. Құдды аспаздар байқауы өтіп жатқан сияқты көрінді. Сондықтан әрине мен осы сұрақты қояйын дегенем сіздерге. Шикізатпен қамтамасыз ету қалай шешіледі? Өйткені шынымен де бір тамақты әзірлеу үшін қазір оңай емес, көп шығынды талап етеді. Біз кез келген жылға жоспар жасаймыз. Расходник деп айтамыз жаңағыдай. Сол себепте бұны біз планға енгіземіз. Өзіміздің арнайы жаңағы тендерға ойнатамыз. Сөйтіп ұтып алған компаниялар біздерді шикізаттармен қамтамасыз етеді. Одан кейін барып қазіргі таңда Олжалғас Камаловнаның бастауымен бағана айтып өткен кәсіпорындар біздің серіктестеріміз бар.
олар да бізді осы нәрселермен қамтамасыз етеді. Кешеде мысалға бізде үлкен Деларук деген республикалық жарыстарымыз болды. Оның алдында мастер класс болсын, басқа да іс-шаралар болды. Ол жерде жаңағы балық өнімінен жасайтын жарыстарымыз болды. Оны біздің колледж тарапынан сатып алу мүмкін емес, бірақ та бізге жаңа спонсорларымыз осы нәрсенің барлығымен қамтамасыз етті. Мысалы, колледж менің ойымша, мына 9-шы сыныпта оқыған бала, ол әлі бұғанасы қатпаған бала ғой. Ол нені таңдайтынын да таңдап үлгермейді. Ал колледж үлкен, сіздер бір сол балаларды көз қарасын, ой санасын өзгертетін үлкен мектепте колледж қарап отырсам, сіздер бағыт бағдар бересіздер. Сіздерден ары қарай олар өзінің өмірін жалғастырады. Біз енді келесі сюжетке берсек, дәл осы біздің халықта онша мән бермейміз. Баламыз қандай мамандықты өзі таңдайды екен деп сұрамаймыз да кейде. Атаң мұғалім болды, апаң мұғалім болды, сен де барып мұғалім, дәрігер бол деп олардың тағдырын шешіп үлкен нүктені қоя саламыз. Дегенмен де қазір соңғы кездері арнайы мамандарға жүгінеді. Психологтарға барып, менің балам болашақта қандай мамандықты таңдаса адаспайды, осыған кеңес беріңіз деп қомақты ақша төлейді. Алматылық ата-аналар, менің айналамдағы адамдар балалары 7-8 сыныптан бастап сондай психологтарға барады. Ал сіздер бұл кәсіп, осы дәл психологтар не дейді жаңағы күреп ақша тауып жатқан жұмысты тегін атқарып отырсыздар. Еңбектеріңіз ерекше, сол сюжетке назар аударсақ. Алматы мемлекеттік бизнес колледжінде 1500 студент білім алады. Әр оқушының психологиясын меңгерген мамандар ата-аналарға, талапкерлерге кәсіпті адаспай табуға кеңес береді. Әр студенттер бізде енді бір жіберетін қателіктер ең бірінші жалақысына қарайды. Мамандықтыңшы. Сол жерден шатаспау керек деймін. Жалақысына қарайды. Және екінші момент ата-анасының айтуымен жүреді. Студенттер немесе достарының айтуымен түсіп кетеді. Сөйтіп алады да кейін ол маманды өзіне ұнамай қалуы мүмкін. Үшіншіден, студенттер өзін зерттемейді. Қандай мамандықта мен түскім келеді? Мен өзіне 3 сұрақ қойса екен деймін да. Мен қандай мамандық таңдасам маған келеді? Мен не істей аламын? Кейін осы бойынша қазіргі қоғамда ол мамандық сұраныста ма? Сол мамандықтарға сұраныста болса, сол мамандықты таңдаса, ешқандай білім алушы шатаспайды деп ойлаймын. Колледж білім алушыларға сапалы білім, үздік тәжірибе және сенімді түрде жұмысқа орналасуға кепілдік береді. Екі нәрсе ғой адамда таңдау. Бірінші жар таңдауда, екінші мамандық таңдауда шатаспау керек дейміз. Сол үшін ата-аналарға, ұлдарына, қыздарына жақсы мамандық таңдау керек. Енді осы өте өзекті тақырып, қайтадан сол жаңағы бағыт бағдар бересіздер. Осыған келіп, осыған тағы бір оралсақ. Өйткені оны ата-ана да білмейді ғой. Сіздер қалай осыған көмектесесіздер ма, кеңес бересіздер ма? Өйткені бұл бойынша қалада психологтар бар. Енді шалғайдағы ауылдан келетін балаларға бағыт бағдар беру үшін сіздер көмектесесіздер ма, не істейсіздер? Көп жағдайда біз қарапайым түрде түсіндіруге тырысамыз. Өйткені шалғай ауылдардан келеді, облыстардан, басқа қалалардан келіп жатады. Сол кезде мысалға бізде мерчендайзер біліктілігі оқытылады. Мерчендайзер біліктілігін көп жағдайда көбісі білмейді. Өзі сұрақ қойады, ол қандай мамандық. Енді оны ғылыми түрде қазіргі біздің документ бойынша түсіндірсек, оны біздің саламызда жүргендер ғана түсінеді да, басқалар түсінбейді. Енді соны қарапайым түрде түсіндіреміз. Түсіндіріңізші қазір, өйткені қазір ата-аналар көрсе. Мерчендайзер мамандығы кім деп ойлайды? Мен оны көп жағдайда түсіндірем. Егер де балаларыңызда суретке деген, дизайнға деген қабілеті болса, не болмаса гиперактивный балалар болады, үйде үй жинаған кезде бір затты бір жерге қойды, екінші затты келесі аптада басқа жерге қойып тастайды деген сияқты. Заттардың беті орын-орнымен тұруы, сөрелерде қалай тұру керек деген сияқты сондайды қарапайым түрде сөздерді көрсетіп үйретеміз. Ол сол мамандық, жаңағындай мерчендайзер дегеніміз, товардың қай кезде шыққанын, қай кезде сатылатынын, жарамдық мерзімі қалай, ол сөреде қалай тұру керек. Көбісі ойлайды, тек қана қойып қойдық, датасымен ғана, срок годностьмен ғана қойдық, болды деген сияқты. Жоқ, ол жерде жаңағындай түсімен де қояды, мысалға, жасыл, сары деген сияқты. Қымбат зат көбіне көз деңгейінде тұру керек, өйткені сіз басқа жерге еңкеймес жоғары көтеремес, тек қана қымбат товарды бірінші көресіз деген сияқты.
Ал егер арзан товар болса, оны көп жағдайда ең төмен жаны оқпайды. Өйткені арзан деген адам деген іздеп жүріп әйтеуір табады, еңкейседі. Ал енді міне қандай керемет. Мысалға, ауыр зат төмен жақта береді, жеңіл зат жоғары жақта болады. Логикалық жағынан деген сияқты. Оның өзі мысалы ғылым. Мысалға жаңағындай бәсекелес екі компанияның тауарын қатар қойып қояды. Мысалы Coca-Cola тұрады, Pepsi тұрады деген сияқты. Енді кімге қайсысы ыңғайлы сол таңдайды деген. Баға жағынан деген сияқты политикасы болады. Сауда орталықтарына кірген кезде адамның ыңғайлығына қарай. Қаншалықты адам ыңғайлы жүреді. Енді сауда саттық орындарының негізгі мақсаты сату, көбірек сату, пайда көбірек түсіру. Клиенттікі өзінің керектісін алу ғой. Сондықтан сатып алушыға ыңғайлы болу керек бір жағынан. Және ол кісі көп ақша тастап кетіп, көп зат алып кету керек деген сияқты. Мерчендайзер мамандығы негізі соны оқытады. Мен соған алданып жүрмін. Бір нан мен сүт аламыз деп 3-4 пакетті арқалап шығамыз ба? Байқадыңыз ба, сол нан мен сүт деген көп жағдайда түп жағында тұрады магазиннің. Оған жеткенше бірнеше нәрсе. Сізде де анандай ғой, адамдарда динамический покупка дейді, орысша жаңағындай динамикалық түрде көзге не түседі, жол жөнекей қызығып бірдеңке болып алуы мүмкін. Кішкентай балаңыз болса, жол жөнекей көрген затын аналайық деді. Негізгі мақсат бойынша сіз тек қана нан мен сүтке кіргізсіз. Жол жөнекей барлығын алып шығасыз. Осы мерчендайзинг мамандығы соның бәрін оқытады. Түсіндірген кезде қарапайым түсіндіруге тырысамыз. Мысалға келеді, маркетолог мамандығына кім оқиды, ол қандай мамандық? Көп жағдайда мысалы сурет салатын, дизайнға қабілетіңіз бар болса, не болмаса TikTok'та, Instagram'да танымал болғыңыз келсе, түссеңіз болады деп түсіндіреміз мысалы. Ал оны ғылыми түрде түсіндірсеңіз, ол көп жағдайда қиындатып жібереді. Сіз уже мен қазір мына жұмыстың бәрін тастап сіздің колледжге оқуға түсіп кетсем, сіз кінәлі боласыз деп. Енді қазіргі заманда IT-сіз ешқандай бизнес алға баспайды. Өйткені сіздердің бір бағыты бизнеске балалардың талабын ұштап жатсаңыздар, екіншіден бағдарламалар жасаушы. Бұл енді қазір болашақтың мамандары, өйткені біз оларсыз қазір өмір сүре алмаймыз. Өйткені айдалада отырып, ақшасында аударып, алданып жатқандар да бар. Келешек осындай сіздердің студенттердің пікірін тыңдадық барып, өте тамаша жауап берді. Енді осыны біздің көрермендер де көрсін, экранға назар аударайық. Яғни мен студент болғандықтан енді сабақ барысында біз жасанды интеллектті кеңінен қолданамыз. Сонымен қатар ол бағдарламалауда, веб-сайттарда және де жобалы тапсырмаларды орындаған кезде қандай шешім қабылдау керек, соған мүмкіндік береді маған. Және де жасанды интеллект тек қана сабақ үдерісін ғана емес, шығармашылық және де цифрлық дағдыларында дамытуға маған ықпал етеді. Менің қазіргі оқып жатқан мамандығым ол бағдарламалық қамтамасыз ету, жаңа сіз айтып өткендей. Бірақ мен өзім болашақта сол өзім бағыт-бағдарымды сол сайт жасау арқылы басқа да бөлек компанияларға жұмысқа тұрсам ба деген ниетім бар. Жалпы бұл мамандықты таңдау себебім, негізі колледжге түсу себебімді де айтсам болады. Колледжге түсу себебім, ол мен өзімнің болашақ мамандығымды колледжге түсу арқылы таңдағым келді. Мен колледжге түсу арқылы басқа мамандықтарды де өзімнің мамандығымды да зерттей аламын. Сондықтан осы колледжді таңдадым. Себебі кезінде мен түскен уақытта бухгалтер мамандығына грант беретін колледж тек осы ғана болды. Және де бухгалтер мамандығы өзіме де ұнайды, себебі мен өзімнің мамандығыма өте қатты жауапты түрде қарым-қатынаста болдым, солай таңдадым. Бүгінгі бағдарлама экранға көз тігіп, ұйқысын арманы ұрлаған талай талапкер мен жасөспірімнің жүрегіне үміт жақты деп ойлаймын. Сіздер соңғы кездері студенттердің білімін жетілдіріп, тәжірибесін арттыру үшін шетелдік компаниялармен әріптестік ынтымақтастықты да дамытып жатырсыздар. Бұл енді қазіргі заманның да талабы. Енді бірнеше қысқа нұсқа бір сұрақ қойсам, соған жауап берсеңіздер. Грант саны көп пе, әлде ақылы бөлім көп пе сіздерде? Грант саны көп. Жаңа айттым, осы сөзімнің барысында айттым. Бізде 1500 студент оқыса, соның 1300-і яғни грант топтарында оқиды, қалған 300-і ақыл топтарында оқиды. Қазір ешқандай да қорқатын заман емес, Аллаға шүкір. Халықтың да барлығының сана сезімі дамыған, көзі ашық, бұрынғы замандағыдай қараңғы емес. Біз сол себептен біз ата-аналарға кеңес береміз. Әрине,
кез келген ата-ана баласының мәуелі ағаш болып өскенін қалайды. Жақсы оқыса екен, жақсы жұмыс жасаса екен, жақсы жар тапса екен деп. Бағанада сөздің барысында айтып кеттіңіз, 9 сыныпқа келіп бала әлі піспеген, жетілмеген деп атасыз. Сол бізге балалар түскен кезде алғашқы қадамды жасайды. Өмірге қадам басады. 11 сынып бітірген бала, ол 18-ге толған, оңының қайда, солдың қайда екенін білетін балалар. Ал біздің колледжге түсетін балалар әлі басын қайда соғарын білмейтін балалар. Соны тәрбиелеп шығаратын колледж оқытушыларына мың алғыс айтамыз. Бір үйдің еркесі, бір үйдің тұңғышы, бір үйдің кішісі болады, білесіз. 25 бала болатын болса, топтағы 25-мен 25 түрлі сөйлесеміз. 1000 студент болатын болса, 1000 мен 1000 түрлі сөйлесетін осы біздің әріптестеріміз. Сол себептен әріптестерге күш-қуат берсін. Әрине, оқу орны көп, бірақ қазіргі сұранысқа оқу орнында оқып, білім алып, ертең жақсы жұмыспен қамтамасыз ететін оқу орнында сіздерді шақырамыз, құрметті ата-аналар, балаларыңызды алып келіңіздер. Сөзіміздің барысында да айттық, емтихансыз мемлекеттік грантқа түсе аласыздар. Біз сіздерді күтеміз, мекен жайымыздың бәрін белгілеп кетеміз. Айтып кетсеңіздер. Мекен жайымыз бізде Шевченко көшесінің бойында 95 мекен жайында орналасқан, Масаншы Шевченко қиылысында орналасқанбыз. Құрметті көрермендер, бүгінгі сұхбат өте әсерлі, пайдалы болды деп ойлаймын. Енді Алматы мемлекеттік бизнес колледжі ол тек диплом беретін оқу орны емес, бұл нағыз өмірге бай бақуатты болуға тәрбиелейтін үлкен кәсіптің тереңнен бойына сіңірген нағыз майталмандарды тәрбиелейтін шеберхана, кәсіпкерлердің шеберханасы деп айтар едім. Сондықтан болашақта балаңыз адаспай мамандығын тапсын десеңіз, міне мықты оқытушылардың қолына әкеліп табыстаңыздар. Өкінбейсіздер, яғни бүгінгі Алматы мемлекеттік бизнес колледжі жайлы барлық шындықты, барлық ақиқатты бүгінгі бағдарламада айттық. Ары қарай шешім қабылдау сіздердің еркіңізде. Ал дегенмен де колледж кез келген жағдайда сіздерге құшағын жайып қарсы алуға дайын. 25 маусымнан 25 тамызға дейін құжат тапсырып үлгеріңіздер. Ендеше бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Маған берілген уақыт осымен тамам. Біздің арнаға тіркеліп, міндетті түрде лайк басып пікір жазыңыздар және сұрақ қойыңыздар. Оған осы колледждің белгілі сіздердің алдарыңызда бүгін жауап берген мамандар міндетті түрде жауапсыз қалдырмайды сұрағыңызды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.